Жамбылда туризм саласына зор көңіл бөлінуде. Облыстық туризм басқармасы экотуризмді дамыту бағытында бір қатар жұмыстар атқаруда. Мәселен, басқарма Жамбыл облысының альпинизм қоғамдық бірлестігімен бірігіп, жыл басынан бері 1000-ға жуық жасты тұмса табиғат аясындағы тауға шығуға баулыған. Сонымен қатар облыстағы теңдессіз Қаралма тау-шаңғы базасының жұмысы да бүгінде қарқынды жүргізілуде. Десе де Жуалы ауданының әкімдігі туризм бағытындағы жобаларды қолдауға қауқарсыз. Неге екенін әріптесім айтады. Бұл бір қарағанда маңыздылығы зор Жуалы жерінде өткен жиыннан үзінді. Басқарма басшысының өзі жұмыс сапарымен аудандық кәсіпкерлерге қонақ үйлердің маңыздылығын түсіндіру үшін арнайы барғанды. Онымен қоса Қазақстанның туристік қауымдастығының өкілдері де Алматыдан ат басын тіреген. Десе де салаға жауапты аудан әкімінің орынбасары орнынан табылмай, басшысы жоқ бөлім мамандары жеке кәсіпкерлердің орнында әкімдіктің техникалық қызметкерлерін жиған. Біздер әйтеуір жинас сойып барыңдар деп жібереді ғой. Кім жібереді сіздерді? Әкімшіліктен жібереді. Зал толсын дейді ғой біздерге жібергенде. Біздер зал толтырып жүрміз. Туризмді дамытамыз деп дамылдаған мамандардың еңбегі еш болды осылайша. Облыстан қолдау тауып Қаралманы брендке айналдырамыз деген тұста бөлімдегілер бөретектен тартатынын күйін кештіргендей. Жиын осы арадан үзілді. Ал аудан әкімінің өз айтуынша туризмге жауапты емес орынбасары бағынышты бөлімге сөгіс жариялай жөнелді. Мына ауыл әкімінің 5 маман отырмын. Бауыржан Машев. Какое отношение имеет к следующему семинару? Вот эти қоғамдық жұмысшылар ана көшеден алып келген. Ана қарауыл, электр отын. Кімді алып отырмыз? Қазір ғана сайрадым тұрған жерде. Қатпан жауап беріп отырмыз, қатырып жатырмыз деп. Өте голова пешет. Я не допущу, мен кураторлық жасамаймын. Бұны жасаған кезде мұндай болмайды мен. Зал толып отырады. Я бүгін отпускадан шықтым. Екінші не көрерім? Мамандар жауапты жиынның өтпеуін өңірдегі кәсіп иелерінің туристік салаға қызығушылығы болмауымен байланыстырды. Бірақ күн ертең қателерін түзеп, қызықтырып, оқыту семинарын тау бөктерінде өткізуге уәде берді. Қазіргі таңда біз бағанағы жиналысымыздың аяқ астынан бұзылуына байланысты ертеңгі 6 күнгі қыркүйек айының 6 жылында ауданымыздағы кәсіпкерлік субъектілерді тартамыз деп отырмыз. Бүгінгі таңда жұмыстар кәсіпкерлік субъектілерімен тағы да бүгінде толықтай жұмыстар жүргізіледі. Барынша бағанағы ынтасы бар азаматтарды қамтамасыз етуге тырысамыз. Айта кетейік, былтыр қыс маусымында тау-шаңғы базасына дайындық ретінде халыққа сырғанау орындары даярланып, қажетті жағдайлар жасалған болатын. Сол тұста мамандар потенциалы зор деп бағада берген. Бірақ биыл оның бәрі буға айналғандай. Қарлы мерзімге 2 айғы уақытта дайындықтың бір ұшы да байқалмады. Керісінше демалыс орындарына барар жол бекітіліп, маңы қараусыз қоқыс алаңына айнала бастағандай. Мерей Байет, Санат Аралбек, 7-7 Ньюс, Жуалы ауданынан.